Өмірде болған оқиға таксист жігіттің басынан өткен. Бұл оқиға Иракта болған. Бір мұсылман әйелдің күйеуі қайтыс болып, 3 баласымен жесір қалады. Бұрын қызметте болмаған әйел жұмыс іздеп қанша есікті қақса да жұмыс таба алмайды. Ал материалдық жағдайы күннен күнге төмендей береді. Көмектесер оған адам да болмайды. Ыстық тамақ ішпегендеріне 3 күн толып, аштықтан әбден әлсіреген әйел бір күні намыс пен ұятты жиып, балалары үшін көшеден бөтен адамдардан көмек сұрауға батылданады. Сыртқа шығып бірер көше жүргеннен кейін маңайдағы көп дүкеннің бірінің алдына тоқтаған такси мен одан түскен клиентті байқайды. Әйел, жаңа ғана адам түсіргеніне қарағанда маған көмектесетін шамасы болар деп таксистке жақындайды. Рөлдегі Хасан есімді жүргізушіге жақын келген әйел, Алла разылығы үшін аға, көмектесіңізші. Өз басым ғана бұлай арымды таптағанша өлуге дайын едім. Бірақ балаларымның аштықтан жылаған көз жасына шыдай алмадым. Балаларым үшін көмек қолын созыңызшы, аға, деді көзі жасаурап. Хасан не істерін білмеді. Бір құлағына шайтан сыбырлап, сенің өзіңе де көмек керек. Қайыршыларды тыңдап қайтесің. Өздері тіпті көбейіп кетіпті. Одан да үйіңе күтіп отырған әйеліңе бар, дейді. Бірақ Хасан иманды жан еді. Әйелдің басына шын қиындық түскенін шарасыз жанарынан ұғып, Алла разылығы үшін деген сөзі іблістің азғыруын жеңеді. Әйелдің сыртқы сипаты да қайыршыға ұқсамайтын еді. Ақыры не керек? Қойыннан әмиянын суырған Хасан ішінен қомақты соманы алып, әйелге ұстата салады да орнынан қозғалып кетеді. Хасан көлігінің әбден желінген дөңгелегін ауыстырсам деп, ұзақ уақыт бойы жинаған ақшасын әйелге ұстата салғаннан кейін есіне түсті. Жолдың тайғақтығынан түрлі жол апаттарының болып жүргенін білетін әйелі де дөңгелегіңді ауыстырсаңшы деп күнде есіне салатын. Сол күні де дөңгелек туралы айтқан әйеліне не дерін білмеді. Бұл әңгіме бірнеше күнге созылды. Әр күні кеште әйелінен сөз ести шаршаған Хасанның шындықты айтуға батылы жетпей, көлігінің дөңгелегін ауыстыруға бір кісімен келіскенін, оның қолы тигенде барып істейтінін айтады. Әйелі де тынышталғандай болды. Бір күні кешкісін әйелі, сені іздеп әлгі келіскен кісің келді. Осы мекен-жайға келсін деп, саған хат тастап кетті, дейді. Мұны естіген Хасан өз құлағына өзі сенбей тұрып қалды. Ешкіммен келіспегені өзіне аян. Сонда бұл кісі кім? Қолына мекен-жай жазылған қағазды алып, таңның атуын асыға күтті. Түні бойы бұл кісі кім? Маған дөңгелек ауыстыру керектігін қайдан білді? Деген сияқты сұрақтарын мазалап, ұйықтап жарытқан жоқ. Таңертең ертемен тамағын да ішпеген күйі шиномонтажға Хасан келді. Хасанның алдына бейтаныс жігіт шығып, сен таксист Хасан боласың ба? Деп сұрады. Жауап күтпеген күйі Хасанды құшақтап алған жігіт, Құдай үшін аға айтшы, Құдай үшін айтшы маған аға, сен не істедің? 3 күн бойы түсіме пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Пайғамбарымыздың өзі кіріп, сенің дөңгелегіңді ауыстырып беруді бұйыратындай, не істедің аға, айтшы маған, деп жылай берді. Хасан да әлгі әйелге жақсылық жасағанын есіне алып, іштей қуанып, көзінен жас ақты. Орнында қатып қалады. Есі шыға қуанған ол, сол бейтаныс жанға Алланың мейірімін сұрап дұға етумен болады. Өмірде болған оқиға жетімнің арманы. Баяндаймын жетім баланың арманын, сұм тағдыр сынағына салғанын. Тілейді туған ана болмаған соң, ең болмаса өгей ананың болғанын. Жетім бала 9 жасар шамасында шүкір етіп қатқаннан мен қара суға. Арба айдап күнелтеді базар маңын, осылай түскен тағдыр таласына. Жол тартады арба айдап басқа жаққа, кез болып
жезөкшелер үйіне ойда жоқты. Кезіккен жолаушыдан сұрайды кеп, не істейді бұл аналар мына жақта? Қысыла жауап таппай әлгі адам ұялады, сұрақ қойған жас баладан. Бұл жерде әйел адамдар сатылады, көп ақшаң табылса егер қалтаңнан. Қаншаға сатып алсам болады деп, әлгі адамды сұраққа астына алады кеп. Балам-ау, сенің ақшаң жете қоймас, бұл жерде байлар бақыт табады тек. Сол күннен соң аш-жалаңаш жүрсе дағы, көп ақша табу үшін жан салады. Етік майлап, жүк тасып, көлік жуып, ән айтып суық күнде көп тұрады. Жинайды бар жиған қаражатын, сол үйге аяңдап бара жатыр. Ең әдемісін сатып аламын деп, іштей қуанып келеді бала батыр. Көзге түсті сарғыш шашты сұлу әйел, беті жүзі суық емес, жылу әйел. Баланы байқап қойып таңдансынып, не жұмыспен жүрсің дейді әлгі әйел. Көз жасы жасаурап көрік толдың. Апай, сізді сатып алуға келіп тұрмын. Көп ақша жинадым сіз үшін мен, жақсы ана боласыз, сезіп тұрмын. Қызығамын қатарлас достарыма, анасы бар олардың қастарында. Ал менде ана жоқ бұйырмады, балалық бал дәурен аспаныма. Сіз маған ана болсаңыз сол маңызды, жылы суға салам ылғи қолдарыңызды. Әр нәрсе әпер дейтін балалардай, алмаймын сіздің мүлде мазаңызды. Маған тек ана керек, ана керек. Ақыл айтар анадай дана керек. Құшағында жылынып ұйықтап кетер ананың құшағындай маған пана керек. Тыңдайды аянышпен құлақ тұрып, жас әйел бала сөзін жылап тұрып. Солығын баса алмай үн қатады, жетімнің маңдайынан сипап тұрып. Балам, әлемде нәрселер көп құны қалмас. Аналар бар, ешқашан бағаланбас. Көп нәрсе ұқтырдың мұна маған, балаларым қалған еді аш-жалаңаш. Үйіме тездетіп оралайын. Жерім болсын, бұл менің енді оралмас. Сен маған өз қадірімді түсіндірдің, бір Алла болсын енді саған жолдас. Өмірде болған оқиға тағдыр. Сонау жылдар соғыстан соң ел қашып, табу қиын болған кезде жеуге асық. Қараша жұрт егін егіп, мал бағып, өлмес аспан жан бағып. Демалмайтын бел жазып, әр үйдің бар қуанышы, қайғысы. Бақытқа кім келмес дейсің, анық құшақ жайғысы. Анау ауылдың шетінде бір отбасы тұрған екен, шалдақпты бір перзенттің дертіне. Аңыз етіп айтатын жұрт бертінде. Жылдар өтіп, білген шығар баласыздың бағасын, тапқысы кеп жарасым. Екі бейбақ етегіне салып ап, асырапты тумасының баласын. Ұмыт болып наласы, аяқ қолын қара жерге тегізбей, табанына жалғыз шөңге кіргізбей. Ер жеткізді жалғыз ұлды екеуі, жеткенінше шамасы. Дөңгеленіп өте шықты уақытта, қас пен көздің арасы. Апа, саған бүгін келін әкелем, деген кезде қалбалақтап анасы. Қай ананың жарылмаған жүрегі, екеу болам деп тұрғанда баласы. Беу, ананың мейірімай көпке азық. Қызық көрді балаларын, өмір сүрген жұптасып. Сөйтсе, мына рахаты көп келте екен, екі бірдей перзентті туды да, кетті келін мына өмірмен қоштасып. Ызғары ұрып көңілді, құндақ таулы қос жетімді құшақтап, өткізді ана өмірді. Кеңседағы тауқыметтің сынына, екінші рет үйлендірді баласын, көрші ауылдың қызына. Шаңыраққа қайта келіп құт қонып, қос жетімнің жанарлары құрғады.
Ұмытылды өткен күннің соққы болып ұрғаны. Бұл келінде 2 сәби әкеліп, асыл әже бесік жырын жырлады. Опасыз бақ тағы да ұзақ тұрмады. Жаман кесел түттеннен кеп келінге, қараша үйдің тыныштығын ұрлады. Жатты келін ақ төсекке таңылып, дертті жанның хәлін ұқ. 4 жетімге қарай берді жәудіреп, тәңірге ана жалынып. Ақтық демі шығарда, енесінің қолын қысып, апатай, бұл қайғыға сізден өзге шыдар ма? Қайтем апа, балаларым өзіңізге аманат, тірі жүрсе бір биікке шығарды. Түңілмеңіз, екен өмір баянсыз, жазылаудау мұна тағдыр, алтауыңды аяусыз. Деді дағы кете барды көз жұмып, жылағанмен үздігіп. Қатал сынақ, жатыр дейсің кімді ғып. Еңгезерде ердің де қос қайғыдан жүрегі тұр бұлқынып. 4 баласы 4 жағынан ұмтылып, бұл тәңірдің несін алдым екен деп. Көрсетпеген бір қызық. Анасы анау тіктеп бойын тұра алмай, жылайды іштен түн шығып. Қараша үйді қайғы солай кернеді, ең бақытсыз жандар еді жердегі. 4 жетімін жетелеген қарт ана, тарықса да, аш өзегі талса да, немересін үкіметке бермеді. Өмір солай сала берді өрнегін, өткінші ғой жүрер дейсін төрдекім. Үйлен деді баласына қарт ана, сен емес пең, сенгенім. Көнеді адам бәріне де шыдаммен, маңдайына салғаннан соң пенденің. Соңғы қадам жігіт тағы үйленді, ажалға да тура қарап үйренді. Анасы мен балалары жадырап, бір тамаша күйгенді. Үміт болып өткен күндер қайғалған, тіршілігі майланған. Қарт ананың қабағына күн кіріп, 4 жетімек азаматқа айналған. Мына келін бір ши көкпе әкеліп, жақсылыққа жайдарман. Бұл өмірдің әр қыры, 3 анадан шыққан ұл мен қыздарды жетімдікке қалдырған жоқ ақыры. Өткізбеген жетім бала үйіне әз ананың ақылы. Қиын күнде қиналдым деп айтпаған, адамзаттың батылы, адамзаттың асылы. Ей адамның баласы, жатырыңнан тулап шыққан тағдырды тастасаң да өзің біл. Жақсылыққа бастасаң да өзің біл. Бойыңдағы бірге туған мінезді иманыңмен көзілдір. 3 жатырды бір ошақта ұстаған әже жайлы туындаған сезім бұл. Жетімдерін қаңғыртпаған халықпыз. Қызық қума, ойланайық. 5 күн жарық өмір бұл. Болған оқиға ізімен даналық ойдан дән ізде. Бірде ата-анасы өз ұлдарына ең жақсы ұстаз таңдап бердік деген сенімде еді. Сол күннің ертесінде атасы сол таңдаған мектепке немересін жетектеп апарған болатын. Атасы мен немересі мектеп ауласына кіре бергенде, оларды жан жағынан оқушылар қоршап алып, бір оқушы «Неткен күлкілі қарқия» деп күліп жіберді. «Мәссаған, кішкентай ғана болып алып толығын қарашы» деп тағы бір оқушы бетін тыржитты. Басқа оқушылар болса қария мен немересін айналшықтап, секеңдеп шуға басты. Сол сәтте мұғалім ішке қоңырау соғып, жаңа сабақтың басталатынын ескертіп еді. Содан барлық бала жүгіріп ішке кіріп кетті. Қария немересінің қолынан ұстап лезде мектеп ауласынан шықты. Немересі қуанғаннан «Алақай, мен сабаққа бармайтын болдым» деді. Сонда қария «Жоқ балам, мектепке барасың. Бірақ бұл мектеп емес, мен саған мектепті өзім іздеп табамын» деді. Қария немересін қайта өз үйіне бәйбішесінің қамқорлығына қалдырды да, өзі болса жақсы ұстазды іздеуге шығып кетті. Қария жолдан қайсы бір мектепті көргенде, мектеп ауласына кіріп, үзілістік қоңырауды күтеді. Кей мектептің оқушылары қарияға назар аудармаса, ал басқа мектептің оқушылары қарияны тіптен мазаққа айналдырды.
сонда қария еш мән берместен бұрылып кете беретін. Қария қатты шаршап, кішкене бір мектепті көріп, ауласындағы шарпаққа таянып, бір сәт демалып, әрі үмітпен үзілісті қоңырауды күтті. Біраз уақыттан соң қоңырау соғылып, оқушылар мектеп ауласына ағылды. Қария шарбаққа қолын тіреп, аздап демалып тұрғанда, «Ата, сіздің қалыңыз жақсы ма? Су әкеліп берейін бе?» деген жағымды дауыс естілді. «Ата, біздің мектебіміздің ауласында отыратын орындар бар. Мүмкін сол жерге барып отырарсыз?» деген өтінеммен тағы да басқа дауыс шықты. «Ата, қажет деп тапсаңыз, мен ұстазды шақырайын», деді бір үшінші дауыс. Біраздан соң мектеп ауласына жас мұғалім шықты. Қария амандасып, «Әйтеуір өз немереме ең жақсы ұстазды таптым-ау», деді. «Қария, сіз қателесесіз, біздің мектеп ең жақсысы емес, әрі ол кішкентай және тар», деді. Қария басқа ештеңе деместен оқу жайлы ұстазбен сөйлесіп, немересін осында оқытуды жөн санап, ұстазбен келісті. Кешкісін немересінің анасы қариядан, «Әке, сіз танымайсыз ғой, не себепті ұлыма ең жақсы ұстазды таптым деп ойлайсыз?» дегенде қария, «Шәкіртіне қарап ұстазын таныдым», деп жауап қатқан екен.